Ассалаумағалейкум достар, қош көрдік. Көптен бері YouTube каналға видео салынбай қалды. Оның себебі бір айдай білімімді жетілдірдім. Алла бұйыртса, енді жиі осындай пайдалы видеолар салып тұратын боламын. Бүгінгі қысқа видеода мен сіздермен жетістікке жету моделін түсіндіргім келеді. Жалпы айтқанда жетістікке жету жолдарын. Көбінде адамдар жетістікке жету жолын білмегендіктен бұл бағытта жолын білмейтін адамдардан сұрап жатады, жұмыстастары, достары, болмаса жаңағыдай дәл қазіргі жағдайда керек емес бір тренингтерге қатысып жатады, сөйтіп уақытын жоғалтады. Енді қарапайым жол бар, сол жолмен біз жетістікке тез жете аламыз. Ол қандай жол? Ол модельдеу деген. Мысалы, ол 3 қадамнан тұрады. Біріншісі, мақсатымызды, запросымызды айқындап алуымыз керек. Екінші, модельдеу керек. Үшінші, жоспарлау керек. Міне осы 3 жол. Енді осыны ашып айтып кетейік. Мақсат деген не? Жалпы адам өзінің мақсатын нақтылап алмаса, ол қай жаққа бара жатқанын білмейді. Сондықтан нақтылау үшін мен сіздерге 3 салада, 3 бағытта мысал келтіріп кетейін. Біреуі денсаулықтан болсын, екіншісі кәсіптен болсын, үшіншісі қарым-қатынастан. Осы 3 негізгі бағытты мысал етіп кетейін. Мысал айтарлық, денсаулықтан алатын болсақ, мақсат қалай қойылады? Негізгі 2 сұраққа жауап қайтару керек. Біріншісі қашан, екіншісі қанша деген. Мысалы, салмақ түсіргісі келетін адам білу керек, қанша килограмм салмақ түсіргісі келеді. Мысалы, 5 килода, ол қанша дегенге келеді. Қанша? 5 кило. Енді қашан? Тура бір айдан кейін, мысалы, осы бір айдың ішінде 5 кило салмақты түсіру. Міне осы нақты мақсат болады. Енді кәсіпке келейік. Кәсіпке келетін болсақ, мысалы кәсіптің табысын айтайық. Мысалы айына, мысалы қанша? 500 мың теңге қанша деген келеді. Қашан дегенге тура бір айдан кейін. Сонда 500 мың теңгені бір айдан кейін табу. Ол нақты мақсат болады. Және де қарым-қатынасты алайық. Қарым-қатынаста қанша деген сұраққа қалай жауап қайтарамыз? Мысалы, қанша деген біртүрлі өлшем жоқ сияқты, бірақ критериямен өлшей аламыз. Мысалы, қандай критериялар болуы мүмкін? Мысалы, күйеуімен және енесімен қарым-қатынаста жақсартқысы келеді деп қояйық. Мысалы, қыз баланың мақсаты күйеуімен және енесімен жақсы қарым-қатынас еткісі келеді. Оны қаншасын қалай байқауға болады? Мысалы, тура бір айдан кейін, қашан деген сұраққа да тура бір айдан кейін енем екеуміз мысалы бірге шай ішеміз. Мен жоқта ол мені жамандамайды. Ол менің сөзімді сөйлейді. Менің берген сыйлығымды қуана қабылдайды деген сияқты. Кейде бала бағысуға қарасады деген секілді. Осындай критериялармен. Міне, қашан? Бір айдан кейін, қанша дегенде ол сіздің жаңағыдай менің сөзімді сөйлейді, балама қарасады, мен жоқта жамандамайды деген сияқты. Тағы сондай критерияларды жазасыңыз. Мысалы, жолдасыңызды алайық. Қанша дегенге, мысалы, ол тура бір айдан кейін үйге ерте келеді, маған жылы сөздер айта бастады. Мысалы, тағы не? Бала қарасуға көмектеседі, үй жинағанда көмектеседі деген секілді. Білмеймін, енді әркімнің өзінің мақсаттары бар ғой. Міне сол критериямен біз қанша деген сұраққа жауап береміз. Қанша деген, мысалы, тура бір айдан кейін. Міне сөйтіп 3 бағытқа мен сізге мысал келтірдім. Енді сіз тура осылай өзіңіздің қалаған мақсатыңызды осы 2 сұрақпен, қанша деген сұрақпен соны нақтылап алсаңыз болады. Бұл бізде бірінші мақсатты айқындап алдық. Енді екіншіге келдік. Екіншісі модельдеу деген. Модельдеу деген не? Модель, мысалы, сіздің мақсатыңызға жеткен адамды табу дегенді білдіреді. Мысалы, жаңағы 3 мақсатты алатын болсақ, сол 5 килоны бір айда тастаған адам бар ма? Іздесеңіз табасыңыз. Айына 500 мыңнан жоғары теңге тауып жүрген сіздің салада тігін болсын, жаңағындай тағандай интернет бизнесі болсын, мұғалімдік болсын, тағы басқа салада сіздің салада сондай 500 мың теңге тауып жүрген адам бар ма? Әрине бар. Сосын тағы қарым-қатынаста енесімен, жолдасымен жақсы қарым-қатынаста жүрген әйел адам бар ма? Әрине бар. Енді сіздің мақсат сол адамды табу,
Енді бұл жерде көп адамдарда мынандай кері стереотиптер, кері сенім нанымдар кедергі ете бастайды. Ол қандай? Ұяламын одан барып сұрауға, мен оны танымаймын. Мысалы кәсіпте болатын болса, ол маған конкурент, айтпайды қалай 500 000 теңгені табу. Тағы не? Енді көп айта берсең, осындай кері стереотиптер бізді не істейді? Кері итеріп тұрады, барғызбайды, жаңағыдай зона комфортадан шығармайды. Енді егер де сіздің мақсат сізге маңызды болса, сіз оған барасыңыз, баруыңыз керек. Болмаса сіз сол баяғы жаңағыдай салмағыңызбен, сол баяғы айқай-шумен, сол баяғы төмен айлығыңызбен жүре беріңіз онда. Егер де сізге маңызды болса, сіз жолын табуыңыз керек. Қазақта мақал бар ғой, емін тапсаң емерсің, сүт сұрап келіп шелегіңді жасырма дейді, тағы басқа. Енді мысалы конкурент дейтін болсаңыз, сіздің осы жаңағыдай кәсіп бағытында біреуден сіздің мақсатыңызға жеткен адамнан сұрайын дегенде конкурент деген сеніміңіз болса, ол конкурент емес. Себебі әр адам әртүрлі, иманы бар адам айтады. Мысалы біреу айтпаса, біреу айтады. Нағыз болмаса, сіздің қалада болмаса, ол басқа қаладан табыңыз. Қазір не интернет, инстаграм, ватсапта барлық жағында жарнамалар жүріп жатыр. Сол жерден анықтап, зерттеп аласыңыз, жаңа инстаграмнан. Сосын барып сол адамнан жайлап сұрасаңыз болады. Енді оның да бірнеше тәсілі бар, подход жасайтын. Мен сізге қарапайымын айтайын. Жылы сөйлесең, жыланда іннен шығады деген секілді. Сіз бастысы қарапайым, басыңызды иіп, жылы сөйлеуіңіз керек. Мысалы, инстаграмда сіз байқасаңыз, сізден мақсатыңыз жеткен адамда соған соғасыңыз, саламатсыз ба, мен сізді инстаграмнан көріп едім, сіздің жалпы өніміңіз өте күшті, керемет, маған ұнады. Мен жалпы сіздің жарнама беру тәсілдеріңіз де өте керемет екен деп үйлесімді бәрін жасап жатсыңыз. Мен де жақында бастап жатыр едім, маған осы бағытта кеңес айтшы бересіз бе деп. Немесе бұл жерде орамал том болмайды, жол болады. Ақылы түрде маған 1 сағат кеңес бересіз бе осы бағытта деп, сол жаңа 5-10 мың теңгесін беріп, сіз өзіңіздің бағытыңызда жұмыс жасайтын пайдалы кеңестерді сол адамдардан, сіздің мақсатқа жеткен адамдар, сіздің жолдан өткен адамдардан сұрай аласыңыз. Бастысы ұялмау керек, іздену керек, табу керек сол адамдардан, сосын сол адамдардан сұрау керек. Және де бұл жерде екі негізгі мақсат сұрақ қойған дұрыс. Қандай қателіктер жасадыңыз, және де сол қателіктерді қалай жеңдіңіз деген. Себебі мақсатқа жетудің әр адам әртүрлі жолмен жетеді мақсатқа, бірақ қателіктері бір болады. Сол қателіктерін сұрап алыңыз. Қандай қателіктер ол, және қалай оны шештіңіз. Сол өзгелердің қателігінен үйренген жақсы. Міне достар, қараңыз, бірінші мақсат айқындадық, екінші модельді таптық, содан ақыл кеңес сұрадық. Үшінші қадам ол жоспарлау. Жаңағы 3 адамнан сұраған болсаңыз, сол мақсатыңызда. Bir адамнан тек сұрап қоймаңыз, шамаңыз келгенше 3 адамнан сұраңыз. Сол 3 адамнан сұрап, солардың жетістікке жету жолдарын, қандай қателіктер жасап, бәрін сараптап, өзіңіздің жеке жоспарыңызды шығарасыңыз. Сол сіздің алдыңызда жетіп кеткен адамдардың жолдарынан, сәтті жолдарын жазасыңыз, соларды қайталасаңыз, міндетті түрде сіз сол мақсатыңызға жетесіз. Міне достар, осы қысқа видеода мен сіздерге жетістікке жетудің алгоритмін көрсеттім. Қарапайым қолданыңыздар. Тек бастысы мақсатыңызға қарай амал етуге тоқтатпаңыз, дұрыс жасаңыз. Міне достар, осымен видеоны аяқтаймын. Пайдалы болса лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз, және де каналға тіркеліңіз. Алдағы уақытта осындай пайдалы видеоларды жиі салып тұрамын. Қош.